Мында 5 минутлық уақыт екен. Сүт турына давам етсе де бұла біраз. Сіз енді білесіз, мен аны мына видео түсірдім де, бек мақтадым сүтіні. Кімгәдір ярамай, мәселен, әлі 18% оқып шыққанем қоядыр. Аларның организмі шылтығы уршайтмышли лактозу не расщепляет, молочный сахар деп атылар аны. Шо не расщепляет деген. Кімдір міне бәхетлі. Ол сүтіні бейт айтасын келе шахарда тұрасың мәселен. Көрдіңіз мені машина. Алардан түтін нәрсе біз шул тын алабыз да кірі. Ол бізге неге үпкеге мәселен қанға кірі. Ол сүт бұштан болмады бейт ол ілік мәселен. Мен әлі қатта неде да типографияда да мен редакция типография бірге болған е. Шунда бір сікінге мәлі біздің 5 май советский печать матбуғат советларының матбуғатын бәйрем болашақ. Мен шулың алдынан гіл шул типография барам, анда екінші қатта типография білен редакция орнашқан шуны искат шырып әйленіп шыған бөлмелерін. Шунда алып келелер әлі отнасына бір тапқыр. Но алар сүт ішмейдір негедір. Анда типографияда ішлеген қатын қызлар. Алар алыштырға қошқанлар, шуна көре аларға тігі сок деп yazған анда, яблочный сок дегенлер, тағы неде сок деген, шуны 3 литр har qayсы сайлап аладыр шунда. Сүтін ішмейлер. Сүтіні мені тігі әйтелер. Заводларда, шундай неде цехларда, мәселен, қайда зиян келе, шунда гіл сүт кетірелер, сүт ішкенлер, бұштан-бұшқа болмаған бейт. За вредность молоко дают деп. Ол шаянда мен уақытында yazып шығарған ем, бір жерде бар менім, әлі көрсетеді алам бір уақыт болса. Человек, деп мазақлап жазды менде. Человек от рождения, орысша шықты ол менде. Татаршасын көрмедім мен, екі тілде де шыға ол қайсы уақытта. Человек от рождения попадает во вредные условия, поэтому сразу же ему дают молоко дейдім. Міне шулай ол сүт тігі неде организмға зиян келе нәрсе білен, хауа білен, бүтән рызықлар білен, ол сүгі тігі ағу, яғни ятларыны шығарға тиіш ол сүт, организмден күрәшірге тиіш. Хатта біләсіз енді бәләкәй шақта ширләсә балаларға кәжә сүтін ішіртәлер. Анны да біләсіз енді. Мен сөйлеген емейді орыс тілінде видеоларда, сюжетті сөйлеген біз тігі 2-3 сүйір әне марқұм Сауадыры біз киноға кеткенде үлгірмәсәк, андан қайтқаш шуны ішіп қоядырық. Кеткенде ешірақ боладыр. Қайсы уақытта ол ерте білен бірге қушып тартадыр сепаратны. Қайтап шунда ілініп тұра бір шилек сүт, шуны ішәбіз мәселен. Анда тігі сепараттан уздырған мәселен сүт ол күн бойына тұра да ірімшікке айлана мені ойлап тұра мені бұзауға деп, бұзау қайтсын деп кеш білен. Шағарда шул ірімшікні көрдіңіз ме нехатлы тұра ірімшік қибаты қазір. Ол сүтіні де мәселен бұтан нәрсе білен қошмай ішсәң файдасы көп, бір нәрсе тігі категорически не рекомендуется деп орысша айтмышлы. Бір уақытта мен шул тігі клубқа барған ем, көңіл болғанды, бек әшәкі болды. Ол соңыдан искат шықты мен нәрсе. Шуна парной сүт іштім де, сарайға кіріп қарасам, анда ем-ешіл алма. Шул алманы ашып кеттім. Ақмақ, ешіл алма. Шунасы мына келіп шықты, несочетаемость продуктов атала орысша. Біз бала шақта Өзбекстаннан келген туғандарыбыз шулар білен ертта ойна береді кеш білен. Шуна сүт ішедірек. Мен бір уақытта артығын тігі парной ауыррақ екен. 800 грамм ішкәнем. Көңіл болғаны берді. Бұл мен аңладым, енді қазір ғұмыр бойына искат шырам шыны. Қазақстанға барған туғанлар, міне бұл сүт ұзақ сақлана, міне сүтке шул шайға салабыз бек яқшы, міне бұл тез бұзылады. Мен айтам, керісінше, әз сақланған сүт файдалы бек яқшы, тігілері мен айтам, ол консервант ашанмағыз дейдім. Менің организм ады нәрсені сезе, Ақсай шақарында мен айтам, кибетке кірдім де, мен айтам, аз сақлана тұрған сүт бергіз әлі. Не барысы 3 айлық, көрдіңіз ме? Әзгіне дегенге. Аны соңыдан енді мен бәрбір ашқазаныма, ішіме яман келді ол.
тәэсир итте диләрме? Советлар Союзында сөт дефицити шәһәрдә. Минем әни яктан туганым кибетче буладыр. Иң хөрмәтле кеше булды Төстүбә, ягъни Соль-Илец шәһәрендә. Райкин әйткән кебек, ты уважаемый, я уважаемый, мы с вами уважаемые люди дип. Шуның белән тамам, исән-сау торыгыз.